Шексіз далаға күннің алтын түстес шапағы шашырай түсті. 10 жасар Айбар есімді бала жақын маңдағы орманнан жинаған бірнеше отынды қолына алып, үйіне қарай бет алды. Оның көзінен алаңдаушылық байқалатын, ал тозығы жеткен аяқ киімінің дыбысы үнсіз жолда гүлдей естіліп тұрды. Айбардың ата-анасы ол кішкентай кезінде қайтыс болып, қазір әлсіз, жасы ұлғайған әжесімен бірге тұратын. Кенеттен жолдың шетінде, алқаптың шетінде қозғалыссыз жатқан бір адамды байқады. Айбардың қадамдары баяулай берді, кішкентай аяқтары қорыққаннан дірілдеді. Бірақ жүрегіндегі аяушылық сезімі оны жақындай түсуге итермеледі. Жақындай бергенде шамамен 30 жастағы әйелді көрді. Оның шаштары ұйпа-түйпа, киімі шаң мен топыраққа былғанған. Маңдайынан жіңішке қан ағып тұрды. Бұл Алма Жанарқызы болатын, ірі компанияның директоры. Ол тар жолда көлігін басқара алмай, шұңқырға ұшып кеткен еді. Айбар әйелдің қасына отырып, дірілдеген дауыспен сұрады: «Тәте, сізге не болды?» Әйел әлсіз ыңырсып көзін әрең ашып, сыбырлай жауап берді: «Көмектесіңдер». Айбар дереу отындарын жерге тастап, ескі пальтосының қалтасынан кішкентай орамалын алып шығып, оның маңдайындағы қанды абайлап сүрте бастады. «Қорықпаңыз, мен сізге көмектесемін», деді ол сенімді, бірақ қобалжыған дауыспен. Әйел оған ауырсынумен алғысқа толы көзқараспен қарап, «Біреуді шақыршы», деді сыбырлап. Айбар орнынан атып тұрып, «Мені күтіңіз, мен қазір біреуді алып келемін», деді де ауылға қарай бар күшімен жүгіріп кетті. Оның басында бір ғана ой болды: егер ол тезірек үлгермесе, әйелге қауіп төнуі мүмкін. Ауылға жеткенде ол бар даусымен айқайлады: «Адамдар! Жолда біреу жарақаттанған. Көмек керек!» Ауыл тұрғындары бұл дауысты естіп тез жиналды. Ауылдың тәжірибелі жүргізушісі Мұрат ағай ескі жүк көлігінің моторын оталдырып, Айбар және бірнеше ер кісімен бірге оқиға орнына бет алды. Олар жеткенде Алма Жанарқызы есінен танып қалған еді. «Тез оны көлікке көтерейік», деп бұйырды Мұрат ағай. Айбар мен ер кісілер әйелді абайлап көтеріп, жүк көлігінің үстіне жатқызды. Айбар да қасына отырып, әйелге алаңдаған көзін алмай қарады. Жүк көлігінің моторы күркіреп, шиеленіскен жағдайда бейнелегендей болды. Мұрат ағай рөлді мықтап ұстап, «Егер ол тыныс алуды тоқтатса, дереу маған айт, мен не істеу керегін айтамын», деді. Айбар әйелдің тынысы әлсірей бастағанын байқап, «Ағай, ол тыныс алмай жатыр», деп айқайлады. Мұрат ағай дереу басының бір жағына бұр, аузын ашып, тыныс жолдарын тазарт. Сосын 30 рет кеудесін басып, 2 рет аузына ауа үрле деп нұсқау берді. Айбардың қолдары дірілдеді, бірақ ол барлық нұсқауды дәл орындады. Кішкентай қолдарымен әйелдің кеудесін басып, абайлап ауа үрледі. Көліктегілер оның әрекеттеріне, демдерін іштеріне тартып қарап тұрды. Кенеттен Алма Жанарқызы сәл жөтеліп қозғалды. «Ол тыныс алып жатыр», деп Айбар қуана айқайлап жіберді. «Жарайсың, балақай», деді Мұрат ағай мақтанышпен. «Сәл шыда, ауруханаға жақындадық». Айбар әйелдің қолын мықтап ұстап, ақырын сыбырлады: «Тәте, аз ғана шыдаңыз, біз жақын қалдық». Ескі жүк көлігі ақыры түнгі жарықта жанып тұрған ауруханаға жетті. Мұрат ағай тежегішті шұғыл басып тоқтады. Есік алдында зембілмен тұрған дәрігерлер күтіп тұрды. Айбар көліктен секіріп түсті, аяқтары шаңға батқан, жүзі шаршаған, бірақ үмітке толы еді. «Тәте, осында, тез көмектесіңіздер», деді ол ауыр тыныстап. Дәрігерлер Алма Жанарқызын абайлап зембілге жатқызып көтеріп алып кетті. Айбар қорқынышқа толы көздерімен: «Мен сіздермен барсам бола ма?» деп сұрады. Дәрігер оның шаң басқан, әлсіз түріне көз тастап, бірақ көзіндегі шынайы жанашырлықты көріп, «Жарайды, бірақ операция бөлмесінің есігінің сыртында күтуің керек болады», деді. Айбар басын изеп, Мұрат ағаймен бірге қабылдау бөліміне қарай жүгірді. Есіктің алдында дәрігер тоқтап, Мұрат ағаймен Айбарға бұрылып, «Оның жағдайы өте ауыр. Сіздер оны дер кезінде жеткіздіңіздер, бұл өте маңызды болды. Енді бізге өз жұмысымызды жасауға мүмкіндік беріңіздер», деді.
Есік жабылған кезде Айбардың жүрегі ауырлап кетті. Ол жақын маңдағы орындыққа отырып, қолдарын айқастырып, көзін есіктен ала алмады. Мұрат ағай оның иығына қолын қойып, жылы дауыспен: «Сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадың, балам. Енді дәрігерлерге сену керек», деді. Айбар басын изеді, бірақ оның көздері есіктен ажырамады. Оның ойында әлі де алқаптағы қозғалыссыз жатқан әйел мен оның көмек сұраған әлсіз дауысы тұрды. Ол әлсіз дауыспен: «Аға, сіз қалай ойлайсыз, ол жазыла ма?» деп сұрады. Мұрат ағай терең тыныстап: «Білмеймін, балам. Бірақ бір нәрсені білемін, ол сендей мықты. Тіпті сен ойлағаннан да мықтырақ шығар», деді. Олар үнсіз отырды, ал операция бөлмесінің әйнегінен түскен жарық үміт сәулесіндей сезілді. Бірнеше сағат өткен соң есік ақыры ашылды. Орта жастағы дәрігер шығып, жүзінде жеңілдік байқалды. Айбар мен Мұрат ағай бірден орнынан тұрды. «Дәрігер, ол қалай?» деп алаңдап сұрады Мұрат ағай. Дәрігер басын изеп, күлімсіреп: «Оның жағдайы енді қауіпті емес. Шағын жарақаттар мен қан жоғалту болған, бірақ қазір ол тұрақты. Сауығу үшін уақыт керек», деді. Айбар терең тыныс алып, Мұрат ағайдың пиджагын ұстап тұрып: «Демек, ол жазылады?» «Иә», деп қуанышпен сұрады. Дәрігер Айбардың көзіне қарап: «Иә, ол жазылады. Бұл сенің жылдам әрекетіңнің арқасы. Егер сен болмағанда жағдай әлдеқайда нашар болуы мүмкін еді», деді. Айбар басын төмен түсіріп күбірледі: «Мен тек өз міндетімді орындадым». Дәрігер күлімсіреп: «Егер әр адам сен сияқты қамқор болса, әлем жақсырақ болар еді», деді. Ол Мұрат ағайға бұрылып: «Бізге Алма Жанар қызының туыстарына хабарлау үшін оқиғаның егжей-тегжейін білу керек», деді. Мұрат ағай Айбардың ауылға көмек сұрауға қалай келгенін, Алма Жанар қызын қалай ауруханаға жеткізгендерін егжей-тегжейлі айтып берді. Айбар да кейде шағын мәліметтерді қосып отырды, бірақ оның көздері әлі де есіктен алынбады. Дәрігер барлығын жазып алып: «Рахмет, енді сіздер оған кіріп көре аласыздар», деді. Айбар мен Мұрат ағай дәрігердің соңынан Алма Жанар қызының палатасына барды. Ол төсекке әлсіз жатса да, жүзі бұрынғыдан әлдеқайда жақсы көрінді. Айбар мен Мұрат ағайды көргенде, ол әлсіз күлімсіреді: «Мені құтқарғандарыңыз үшін алғыс айтамын». Айбар жақындап: «Тәте, олай айтпаңыз. Мен тек қолымнан келгенді жасадым», деді ақырын. Алма Жанар қызы Айбардың қолына қарап, көзіне жас алып: «Сен өте батыл бала екенсің. Мен саған шексіз ризамын және бұл күнді ешқашан ұмытпаймын», деді. Мұрат ағай Айбардың иығына қолын қойып: «Жақсы, балам, енді кеттік. Алма Жанар қызына демалу керек», деді. Олар қоштасып ауруханадан шығып кетті. Қайтып келе жатқанда Мұрат ағай Айбарға мақтанышпен қарап: «Бүгін сен үлкен іс атқардың, балам», деді. Айбар басын төмен салып, сәл жымиып: «Мен тек оның тезірек жазылғанын қалаймын», деп сыбырлады. Ескі жүк көлігі аурухананың жарығын артта қалдырып, ауылға қарай баяу жүріп бара жатты. Айбар кішкентай, бірақ терең қуаныш сезімін жүрегінде сезінді. Ол әлі бұл күннің оның өмірін түбегейлі өзгертетінін білмейтін еді. Бір аптадан кейін Алма Жанар қызы ауруханадан шықты. Толық жазылып, ол Айбар мен Мұрат ағайға алғысын білдіру үшін арнайы ауылға келді. Қымбат көліктен шығып, қолында үлкен сыйлық пакетімен ауылдың шетінде орналасқан шағын үйге тоқтады. Үйдің керамикалық шатыры мен уақыт іздерін көрсеткен ескі қабырғалары жанға жылылық сыйлады. Есік қаққанымен жауап болмады. Есіктің сәл ашық тұрғанын байқап, ішке үңілді. Ол ас үйде Айбардың ескі пеште ас әзірлеп жатқанын көрді. Оның кішкентай қолдары ширақ қимылдап, үстел үстіндегі ескі қазандар тұрды. Бұрышта тұрған үстелде ерлі-зайыптының суреті мен шаң басқан шырағдан жатты. Алма Жанар қызы бұл суретті көріп, олардың Айбардың ата-анасы екенін түсінді. «Немерем біреу келген сияқты», деді Айбардың әжесі жылы, дірілдеген дауыспен.
Айбар артына бұрылып, есіктен кірген Алма Жанарқызын көріп, таңданысқа толы үлкен көздерін ашты. Тәте Алма, сіз мұнда неге келдіңіз? Алма Жанарқызы жымиып, мен саған және отбасыңа алғыс айтуға келдім деді. Егер сіз бен Мұрат ағай болмағанда, не боларын ойлағымда келмейді деді Алма Жанарқызы шынайы алғысын білдіріп. Дәл осы сәтте Айбардың әжесі таяғына сүйеніп, есік алдына келді. Жүзі мейірімге толы күлкімен нұрланып тұрды. Қош келдіңіз. Біздің үй кедей болғанымен жанымыз бай. Өтіңіз, отырыңыз деді жылы дауыспен. Алма Жанарқызы қолын сермеп, жоқ, бұл үй өте жайлы екен деп күлімсіреп, ескі орындыққа жайғасты. Бөлмеге көз жүгіртіп, үйдің шағын әрі қарапайым болғанымен таза және ұқыпты екенін байқады. Ол Айбарға жылы жүзбен қарап, Айбар, үйдегі барлық шаруаны өзің істейсің бе? Деп сұрады. Айбар сәл басын изеп күлімсіреді. Иә, тәтем. Әжем қартайып қалды, оған қиын. Тамақ әзірлеу менің мойнымда. Алма Жанарқызы баланың ерте есейгендігімен батылдығына таңдана қарады. Оның көзі бұрышта тұрған ескі суреттерге түсіп, ақырын сұрады. Мынау сенің ата-анаң ба? Айбардың дауысы бәсеңдей түсті. Иә, тәтем. Олар мен кішкентай кезде қайтыс болды. Сол кезден бері әжеммен тұрамын. Алма Жанарқызының көзіне жас толды. Ол бұл нәзік, бірақ мықты баланың қанша қиындықты еңсергенін түсінді. Сөмкесінен шағын қорапшаны алып, оны үстелге қойды. Айбар, бұл менің кішкентай сыйлығым. Менің алғысымды қабыл ал. Сен тіпті бұл мен үшін қаншалықты маңызды екенін білмейсің. Айбар қорапты ашып, жаңа қолсағатпен кішкентай конвертті көрді. Тосынсыйдан сасып қалып, бірақ, тәтем, мен бұны қабылдай алмаймын деді. Алма Жанарқызы оның иығына қолын қойып, бұл жай сыйлық емес, бұл менің алғысымды білдірудің белгісі. Егер сен болмағанда мен қазір мұнда болмас едім деді жылы дауыспен. Айбар сәл ойланып, басын төмен түсірді де, сыбырлап, рахмет, тәте Алма. Алма Жанарқызы әжесімен біраз отырып әңгімелесті. Содан кейін орнынан тұрып, есікке қарай беттеді. Есіктің алдында кішкентай үйге тағы бір рет көз тастап, өзіне уәде берді. Мен бұл баланың өмірін өзгертемін. Көлік ауылдан шығып, үлкен үйге қарай бет алды. Айбар машинаны ұзақ қарап тұрды. Ол көкжиектен көзден таса болғанша тұрып қалды. Алма Жанарқызының көлігі үлкен бақшасы бар кең үйдің алдына келіп тоқтады. Көліктен түсіп, оны үй қызметшісі Сабина қарсы алды. Жол қалай болды, Алма Жанарқызы? Деп жылы жүзбен сұрады Сабина. Алма Жанарқызы жеңіл жымиып, мен шаршамадым, бірақ маған бір кесе ыстық шай дайындап берші деді. Сабина ас үйге кеткен соң, Алма Жанарқызы үлкен қонақ бөлмеге кірді. Кең бөлме сәнді жиһаздармен, кристалл шамдармен және әсем суреттермен безендірілген. Бірақ оның ойы Айбардың қарапайым үйімен оның батыл жүрегі туралы болды. Ол өзінің өмірін құтқарған балаға алғыс білдіру жеткіліксіз екенін түсінді. Оның болашағын өзгерту үшін әрекет жасау керек еді. Алма Жанарқызы жайлы креслоға отырып, бөлменің ортасында терең ойға шомды. Оның көзі қабырғадағы ескі сағаттарға түсті. Сағаттың баяу соғысы уақыттың зымырап өтіп жатқанын еске салғандай болды. Сәл демалып, Алма Жанарқызы терең тыныс алып, жұмыс бөлмесіне өтті. Бөлме сәнді жиһаздармен безендірілген, үлкен үстел, қабырғаларда жағалай орналасқан кітап сөрелері, жасыл баққа қарайтын үлкен терезе. Ноутбугын ашып, Алма жұмысқа кірісті. Ол компаниядан келген құжаттар мен хаттарды қарап жатқанда, көмекшісі Мадинадан қоңырау түсті. Алма Жанарқызы, серіктестермен кездесу келесі аптаға ауыстырылды. Қосымша тапсырмалар бар ма? Деп сұрады Мадина. Алма сабырлы, бірақ нық дауыспен, жоқ, бәрі жоспар бойынша жалғаса берсін. Бірақ тағы бір өтінішім бар. Айбар мен оның отбасының жағдайы қалай екенін біліп, маған толық есеп дайындап берші деді. Мадина сәл таңырқап, Айбар деген сізді құтқарған бала ғой, солай ма? Деп сұрады. Алма басын изегендей, жай ғана, иә, сол бала.
Мен оның отбасы туралы көбірек білген сайын, оның алдында алғысымның қаншалықты терең екенін түсінемін. Мен оған және оның отбасына көмектескім келеді деп жауап берді. Қоңырау аяқталған соң Анна бір сәтке терезеден көз тастады. Кешкі күннің алтын шуағы жұмыс бөлмесін жарыққа бөледі. Оның ойы тағы да Айбардың шағын үйі мен оның батыл жүрегіне ауысты. Бұл бала оның өмірін ғана құтқарып қойған жоқ, ол үшін үміт символына айналды. Сәлден соң жұмысын аяқтап, ноутбугын жапты да, креслоға сүйене отырып, бір сәт тыныштыққа берілді. Оның назары үстел үстіндегі сурет жақтауына түсті. Жақтауда күйеуі Кемел мен ұлы Михаилдың суреті тұрған еді. Кемелдің байсалды, бірақ мейірімді күлкісі мен Михаилдың кінәсіз көзқарасы оның жүрегін ауыртты. Анна қолымен суретке ақырын тигенде, оның саусақтары дірілдей бастады. Ол 4 жыл бұрынғы қайғылы күнді есіне алды. Отбасымен демалыстан қайтып келе жатып, олардың көлігі тежегіші істемей қалған жүк көлігімен соқтығысып, сол апат күйеуі мен ұлының өмірін алып кеткен еді. Ауруханада есін жиған Анна бұл қайғылы шындықпен бетпе-бет келген болатын. Суретті орнына қойып, ол тағы да Айбар туралы ойлады. Бұл бала ата-анасынан айырылып қалса да, өзінде күш тауып, әжесіне қамқор болып жүр. Анна тыныш дауыспен, Михаил да осындай батыл болар еді деп сыбырлады. Мен оның өткенін өзгерте алмаймын, бірақ болашағына көмектесе аламын. Осы оймен Анна бірнеше жылдан бері ашпаған бөлменің алдына келіп тоқтады. Есік алдында тұрып, терең тыныс алды да, есікті жайлап ашты. Бұл оның ұлы Михаилдың бөлмесі еді. Бөлме сол қалпында сақталған. Кішкентай төсек супер қаһармандар бейнеленген көрпемен жабылған. Сөрелерде ескі комикстер мен дәптерлер тұр. Анна төсек шетіне отырып, бөлмеге көз жүгіртті. Бұл бөлме оған бір кездері ұлының осы үйге әкелген бақытты сәттерін еске салды. Саусақтары кішкентай ойыншық көлікке ақырын тиді. Оның жүрегін мұң басты, бірақ көзінде жаңа от пайда болды. Ол ішінен ойлап, мен Айбар үшін бір нәрсе істеймін. Бұл ой оған тек жұбаныш қана емес, сонымен бірге жаңа мақсат сыйлады. Кешкісін Анна Жанарқызы жұмсақ жарықпен көмкерілген кең жатын бөлмесіне өтті. Ұзақ күннің шаршауы мен Айбарға қалай көмектесуге болатыны туралы ойлар оның санасында әлі де тұр еді. Төсекке жатып, ол баяу ұйқыға кетті. Түсінде ол үлкен бағында жүр екен. Жарқын гүлдер желдің жеңіл лебінде тербеліп, құстар шаттыққа толы үнмен сайрап тұрды. Кенеттен алыстан баланың күлкісі естілді. Бұрылған кезде, Анна Жанарқызы бақта Айбардың жарқын түсті батпырауын ұстап жүгіріп жүргенін көрді. Оның күлкісі бүкіл бақты жарықтандырып тұрғандай еді. Айбарға жақындай бергенде, ол жүрегінде жылулық пен қуаныш сезінді. Батпырауының жібін байлауға көмектесіп жатқанда, оның кішкентай қолдарына қолы тигенде, Аннаның жүрегі тыныштыққа толды. Тәте Анна, қараңызшы, менің батпырауым қаншалықты биікке ұшты, деп қуанышын бөлісті Айбар. Анна Жанарқызы күлімсіреп, оның қуанышын өзінікідей сезінді. Ол бұл кішкентай батыл баланың бойынан тек қайсарлық қана емес, сонымен бірге оған сыйлай алатын жарқын болашақты көрді. Келесі күні таңертең Анна Жанарқызы оянғанда, өз ойларын жүзеге асыруға деген нық шешімділікті сезінді. Жұмыс бөлмесіне қайтып келгенде, көмекшісі Мадина есік қағып, қолында құжаттары бар папкамен кірді. Анна Жанарқызы, мен бала мен оның отбасы туралы мәлімет жинауды аяқтадым, деді. Мадина, айта ғой. Мадина, деп Анна Жанарқызы зейін қойды. Мадина папканы үстелге қойып, баяндауға кірісті. Айбардың жасы 10-да. Ол шығыстағы шағын ауылда тұрады. Оның ата-анасы ол кішкентай кезінде апаттан қаза тапқан. Қазір ол аурушаң, қартайған әжесімен бірге тұрады. Үйлері өте ескі, ал қаржылық жағдайлары өте нашар. Олар шағын бақшадан түсетін өнім мен көршілердің көмегіне ғана тәуелді. Айбар мектепте жақсы оқиды, оны мұғалімдері өте жақсы көреді. Бірақ кейде сабақтарын жіберіп қояды, өйткені әжесіне қамқор болуға мәжбүр.
Анна Жанарқызы мұны естігенде ойланды. Ол осындай жағдайда қалай жақсы оқып жүр деп сұрады. Мұғалімдердің айтуынша ол өте дарынды және ақылды бала деп жауап берді Мадина, бірақ кедейлік оның болашағын қауіпке тігуде. Анна Жанарқызының көзіне жас толды. Ол Айбардың шешімді көзқарасын есіне алды. Терең тыныс алып, ол нық дауыспен, бұл бала осындай ауыр жағдайда да күш таба білді. Біз оған қолдау көрсетуге міндеттіміз. Мен сенен жоспар дайындауды сұраймын. Оның оқуын жалғастыруына және болашағын жақсартуға қалай көмектесе алатынымызды анықта, деді Анна Жанарқызы. Бұл тек қаржылық қолдаумен шектелмеу керек. Біз оған болашақ сыйлауымыз керек, үміттің жарығын беруіміз керек, деді Анна Жанарқызы, өз шешімінің маңыздылығын түсіне отырып. Мадина басын изеп, түсіндім, Анна Жанарқызы, мен қазірден бастап іске кірісемін деп жауап берді. Мадина кабинеттен шыққаннан кейін, Анна Жанарқызы терезе алдында тұрып, бағына көз тастады. Таңғы жарық бүкіл бақты нұрға бөлеп тұрды. Ол бұл шешім Айбардың өмірін мәңгілікке өзгертетінін білді. Ішкі тыныштық пен қуаныш сезімі күшейе түсті. Бұл кішкентай бала оның өмірін құтқарып қана қоймай, адамзатқа деген үмітін жаңғыртты. Бұл шешім тек Айбардың ғана емес, Анна Жанарқызының да өмірінде жаңа тарау ашты. Айбардың батылдығы мен мейірімділігі оны өткеннің қараңғылығынан жарық болашаққа жетелеген шамшыраққа айналды. Түнде Анна Жанарқызы тағы да түс көрді. Түсінде ол Айбардың жанында болды. Айбар оған кейін күлкімен қарап, апа, қараңызшы, менің бәрі керемет болып жатыр, деді. Бұл күтпеген сөз жүрегін толқытты. Апа деген сөз оған бір мезетте жат әрі жылы естілді. Ол Айбардың басынан сипап, иә, менің балам өте мықты екен деп жауап берді. Олар үлкен ағаштың түбінде отырып, күліп, әңгімелесіп отырды. Барлығы бір отбасының мүшесі болғандай сезілді. Бірақ кенеттен түс бұлдырай бастады. Айбардың жүзі мұңды кейіпке еніп, апа, мені тастамайсыз ғой, иә, деп сыбырлады. Анна Жанарқызы оны құшақтағысы келді, бірақ Айбар біртіндеп ғайып болды. Оның апа деген үні бөлменің тыныштығында жаңғырып, Аннаны оятып жіберді. Ол маңдайындағы терін сүртіп төсекте отырып қалды. Бөлменің тыныштығында Айбардың дауысы әлі де шынайы сезілгендей болды. Балконға шығып, жұлдызды аспанға көз тастады. Суық жел оның бетін қарып өткенмен жүрегінде жылы сезім от алды. Ол ақырын сыбырлады, мен сені ешқашан тастамаймын, Айбар. Таң атқанда Анна Жанарқызы соңғы шешімін қабылдады. Ол тек Айбардың өмірін өзгертуді ғана емес, оған шынайы отбасы болуды қалады. Ол Мадинаға қарап, Мадина, мен Айбардың қамқоршысы болу процесін бастағым келеді. Мен оған тек қаржылай көмектесіп қана қоймай, оған махаббатқа толы шынайы үй сыйлағым келеді, деді. Мадина таңданған, бірақ қуанышты жүзбен, әрине, Анна Жанарқызы, мен бұл істі қазірден бастап қолға аламын деп жауап берді. Айбар бұл уақытта ауылдағы әдеттегі тіршілігін жалғастыруда еді. Әр таң ол ерте тұрып, әжесіне таңғы ас дайындап, содан кейін мектепке баратын. Оның кішкентай, бірақ мықты жүрегі өз міндеттерін орындаудан ешқашан шаршаған емес. Бірақ ол алдағы уақытта өз өмірінің түбегейлі өзгеретінін әлі білмейтін. Үйіне қайтып келе жатқанда, ол әрдайым терезеден өз әжесінің күтіп отырғанын көретін, бұл бір сәтте оның шаршауын басып тастайтын. Күнің қалай өтті, Айбаржан? Деп әжесі сүйіспеншілікпен сұрайтын. Айбар күлімсіреп, өте жақсы, әже. Мұғалім менің математикадан жасаған жұмысымды мақтады, деді. Онда бүгін сенің сүйікті көжеңді әзірлеймін, деді әжесі, картопты аршып жатып, немересіне сүйіспеншілікпен көз тастап. Анна Жанарқызы Айбардың осы қарапайым, бірақ жылы өмірінің бір бөлігі болуға асық болды. Ол оның болашағын жарқын ету үшін өзінің ауқымды жоспарларын жүзеге асыруға бел байлаған еді. Айбар үшін жаңа бастама, нағыз үй мен шексіз махаббат кезеңі басталып келе жатты. Кешке Анна Жанарқызы ұлының бөлмесінде отырып, оның кішкентай суретін қолына алды.
Ол ақырын, «Мұса, мен сені қайтара алмаймын. Бірақ мен Айбарға мүмкіндік сыйлау арқылы сенің махаббатыңды мәңгілік етемін» деді. Кештерде Айбар өзінің кішкентай үстелінде отырып, әлсіз шамның жарығымен сабақтарын оқитын. Әжесі алыстан қарап, мақтанышпен сұрайтын: «Айбар, сен өскенде кім болғың келеді?» Айбар бір сәтке ойланып: «Мен дәрігер болғым келеді, әже. Сені емдеу үшін» деді, шын көңілмен. Әжесі жеңіл жымиып: «Сен сияқты еңбекқор бала міндетті түрде өз мақсатына жетеді. Мен саған сенемін» деді. Бұл кішкентай әрі қарапайым үйде ұрпақтар арасындағы махаббат пен байланыс олардың барлық қиындықтарды жеңуіне көмектесетін. Айбар күн сайын әжесіне үй шаруасында көмектесіп, мектепте тырысып оқитын. Оның осы еңбектері әжесі үшін ең үлкен бақыт еді. Ертесі күні таңертең Анна Жанарқызы мен оның көмекшісі Мадина Айбар тұратын ауылға жолға шықты. Жол бойы Анна Жанарқызы баланы ойлады. Оның маңызды шешімі жүрегіне тыныштық пен жағымды толқу сыйлап тұрды. Мадина оның ойланып отырғанын байқап: «Анна Жанарқызы, бұл өте маңызды қадам. Сіз шешіміңізге сенімдісіз бе?» деп сұрады. Анна Жанарқызы терезеден сырттағы жасыл далаға қарап, нық дауыспен: «Иә, Мадина, Айбар жай ғана бала емес. Ол менің өмірімнің бір бөлігіне айналды. Мен оған махаббатқа толы үй мен отбасы сыйлағым келеді» деді. Олар ауылға жеткенде көлік шағын сүрлеу жолдың жанына тоқтады. Анна Жанарқызы мен Мадина көліктен шығып, Айбардың үйіне қарай бет алды. Үйдің алдында әжесі ескі себет тоқып отырды. Айбар көңілді ән айтып үйден шықты. Анна Жанарқызын көргенде оның көзі таңданыстан үлкейіп кетті. «Тәте Анна, сіз мұнда таңертең ерте неге келдіңіз?» деп сұрады ол. Анна Жанарқызы жылы жымиып: «Мен сені және әжеңді көруге келдім. Және өте маңызды әңгімем бар» деді. Айбардың әжесі таяғына сүйеніп орнынан тұрды. «Не болды, Анна Жанарқызы?» деп сұрады. Анна Жанарқызы терең тыныс алып, жұмсақ көзқараспен, бірақ нық дауыспен: «Мен жай ғана қонаққа келген жоқпын. Мен сіздерге көмек көрсетуді ұсынғым келеді» деді. «Мен Айбарды асырап алғым келеді. Оның менің ұлым болғанын, сіздердің біздің отбасының бір бөлігі болғандарыңызды қалаймын. Мен сіздерге махаббат пен қамқорлыққа толы жаңа өмір сыйлағым келеді» деді. Анна Жанарқызы Айбардың көзі шарасынан шығып, аузы сәл ашылып қалды. «Тәте Анна, бұл рас па? Сіз мені шынымен асырап алғыңыз келе ме?» деді ол дірілдеген дауыспен. Анна Жанарқызы бір қадам алға басып, Айбардың көзіне сүйіспеншілікпен қарады. «Иә, Айбар. Мен сені асырап алғым келеді. Енді сен ешқашан жалғыз болмайсың. Сен және әжең біздің отбасымыздың бір бөлігі боласыңдар. Мен саған оқуға және бақытты болашақ құруға көмектесемін» деді. Айбардың әжесі көз жасын тыя алмай, таяғына сүйеніп тұрып: «Анна Жанарқызы, бұл қандай үлкен жақсылық. Құдай сізге жар болсын» деді. Айбар әлі де аң-таң болғанымен, оның көзі қуаныштан жарқырап тұрды. Ол ақырын Анна Жанарқызына жақындап, дірілдеген дауыспен: «Рахмет сізге, анашым» деді. Бұл сөздер Анна Жанарқызының жүрегін тереңнен тебірентті. Ол Айбарды құшақтап: «Енді біз әрдайым бірге боламыз» деп сыбырлады. Айбардың әжесі бұл сөздерді естігенде аралас сезімде болды. Ол көптеген жылдар бойы Айбарды осы шағын үйде тәрбиелеп, өмірге дайындап келген еді. Енді оның алдында немересін жақсы өмірге жетелегісі келетін әйел тұр. «Айбар менің барым. Онымен қалай қоштасамын? Одан қалай айырылып қаламын?» деді ол көз жасына ерік беріп. «Бірақ мен оның жақсы өмір сүргенін қалаймын». Анна Жанарқызы оның қолынан нәзік ұстап: «Мен сізді өте жақсы түсінемін. Бірақ мен уәде беремін, Айбар біздің отбасымыздың бір бөлігі болады. Біз оғанда сізге де қамқор боламыз. Біз ешқашан ажырамаймыз» деді. Бұл сөздер әжесін жұбатып, ол шешімнің дұрыстығын түсінді.
Анна Жанарқызының бұл қадамы тек қайырымдылық емес, Айбарға лайықты махаббат пен қамқорлық көрсетуге деген шынайы ниет екенін ұқты. Осы күннен бастап, Айбар мен оның әжесі үшін жаңа өмір басталды. Ол өмір махаббатқа, жылылыққа және үмітке толы еді. Айбар үнсіз тұрды, бетіне жас ағылып жатты. Оның көздерінде терең мұң мен үлкен үміт қатар оқылды. Анна Жанарқызының ұсынысы оның алдында армандауға да батылы бармаған өмірге жол ашты. Сүйіспеншілікке толы отбасы, жылы үй. Айбаржан, сен Анна Жанарқызымен барғың келе ме? Деп сұрады әжесі сүйіспеншілікке толы, бірақ бәсең дауыспен. Айбар бір сәтке үнсіз қалып, әуелі әжесіне, содан кейін Анна Жанарқызына қарады. Бетіне жас толығымен ағылып жатты, бірақ ол басын изеп, дірілдеген дауыспен, «Иә, мен барғым келеді» деді. Әжесі немересін қатты құшақтап, бауырына қысып, «Мен әрқашан сені жақсы көремін, Айбар. Бірақ мен бұл сен үшін ең жақсы шешім екенін білемін» деді сыбырлап. Анна Жанарқызы да көз жасына ерік беріп, олардың құшағына қосылды. Әжесі Анна Жанарқызына бұрылып, «Анна Жанарқызы, мен сізге сенемін. Оған сізден артық ешкім қамқор бола алмайды. Сізге мың алғыс» деді. Анна Жанарқызы, Айбар және оның әжесі көлікке отырды. Олар жылдар бойы олардың панасы болған кішкентай үйден баяу алыстап бара жатты. Қоштасудың мұңы болғанымен, олардың жүректерінде үлкен үміт оты маздап тұрды. Өткеннің барлық қиыншылықтары мен мұңдары артта қалды. Енді оларды махаббатқа, жылылыққа және жаңа мүмкіндіктерге толы өмір күтіп тұр еді. Арнаға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписация батырмасын басыңыз. Сондай-ақ лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше.